Қалайсыңдарыңыз қалай? Жақсы! Ендеше осындай керемет көңіл-күймен біздің психологиялық ахуалымызды қалыптастыруға жарайсыздар. Ендеше осындай керемет көңіл-күйімізбен сабағымызды бастайық. Ол үшін біз бірінші психологиялық ахуал қалыптастыра алайық, иә? Қане. Жарайсыздар. Енді сабақты бастау үшін біз топқа бөлініп алуымыз қажет, иә? 1, 2, 3 деп қайтадан келесі 1, 2, 3 санау арқылы топқа бөлінеміз. 1 деген оқушылар бірінші, 2 деген оқушылар екінші топқа, 3 деген оқушылар үшінші топқа барып, сонда отыра береміз. Жарай ма? Бастаймыз, абай. Баста. 1, 2, 3, Puzzle'lar dayınlamamız gerekiyor. Осы puzzle'larda құрастырамыз, иә? Осыдан біздің тобымыз атышқан келіп әр топтан бір оқушы топташы сайлап алыңдар араларынан. Markerмен жаза беріңдер. Жаза. Уақытты үнемдейміз, уақытқа бағынамыз. Не білесіздер аспаз туралы? Жазып. Не білесіздер? Біреуің айтып отырмын. Аспаз деген ол қалай
біле жүреміз. Өттік қой мысал дегеніміз не екен, иә? А жауабы жануар затты кейіпкер етіп, солардың әрекет арқылы адам бойындағы кемшілікті сынайтын жақсы мінез-құлықты үлгі етіп көрсететін шығарманы біз мысал деп айтамыз, иә? Келесі. Екінші мамандық мысал өлеңінің авторы. А. Кәдірбек Сегізбайұлы, В. Қадыр Мырзаәли, С. Мағжан Жұмабаев. Авторы Қадыр Мырзаәли еді. Үшінші, кейіптеу дегеніміз не? А. Мәтінді оқып, түсініп, мазмұнын айтып беру. Өсиет, ақыл айту. В жауабы. С жауабы табиғат құбылыстарын тірі адам ретінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі. Ауыстырмаймыз. Қалай ұсталып, дәл солай ұстаймыз. В. Әбілхан Тәстиев, С. Шоқан Уәлихан. Үндемейміз, тек қана қол көтереміз, болды. Ақын, жазушы, Б жауабы, А жауабы, әнші, композитор, С. Суретші. Жарайсыңдар. Бұл үй тапсырмасында бесеуіне толық жауап берген оқушыға 3 балл, үшеуіне, төртеуіне дұрыс жауап берген оқушыға 2 балл, біреуіне, екеуіне дұрыс жауап берген оқушыға 1 балл болатын. Абайға 3 балл, Жандарбекке 2 балл, Нұрайымға 2, Нұрайға 2, Мұхаметжанға 1, Михрибанға 2, Жұмабай Мұхамедке 3, Толғанға 1 балл, Асхатқа 1 балл, Ерасылға 3 балл, Мұстафаға 2 балл, Қонысқа 1 балл, Жарқынбек 0, Қуаныш жалғас, Мұхан Қуаныш 2 балл, Айдосқа 2 балл, Айгерімге 2 балл, Оразбай Мәншік 3 балл, Нурина 2 балл, Ақжол 2, Жанерке 2 балл, Аида 2 балл. Қазір балдарымды беретін болам, бейнеролик көреміз, мұқият қараймыз, Енді бүгінгі тақырыпты болжайық. Біз не туралы, кім туралы көріп тұрмыз? Жарайсыздар. Жалпы біздің өтіп жатырған бөліміміздің атауы қандай еді, оқушылар? Мамандықтар әлемі, бұған дейін біз бірнеше мамандық түрлерімен таныстық, енді одан әрі мамандықтар туралы білімімізді ары қарай шыңдайтын боламыз, оқушылар. Енді біз ары қарай жаңа тақырыбымызды бастаймыз.
Қосатындарың бар ма? Ашық тағамға. Ойларың жоқ, баға бермейсіңдер. Пайдалы, я? Ал бағалаймыз. Қайтудың тағамы ұнады. Я сөзбен жүргізейік. Алма бар екен. Алма, банан. Анар бар. Қандай тағамды сендер ашық тағамға деп ұсынар едіңдер? Айта ғой, қандай тағам, тәтті тағам деп ұсынар едіңіздер? Тәтті тағам, тәтті болады, құтылада жасалған болады, алмадан жасалған болады. Тәтті тағамға Суар қосылған тағамдарды тәтті тағам деп отырсыз. Келесі сендер ашық тағамға ұсынатындар бар ма? Ендеше ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма жұмыс, бұны ертегіні тақырыбымызды ашып аламыз, яғни оқимыз. Бірінші асхат бастап, қалғандарымыз саусақ жұмысты оқып отырамыз. Жалғастырып деген жерден жалғастырамыз. Мұқият тыңдаймыз, жарай ма? Әкел дейді, үстел үсті ең жанды түрлі тағамдарға толы болсын
Арғай, мектебі күн жалғастырылуына. Саусақпен жүргізіп отырамыз. Көбірек оқимыз асан. Ақыры олар бір-бірімен ақылдасып аспазсыз дүниедегі ең жаман нәрсені сатып алуға қайтадан базарға жібереді. Ары қарай жалғастырамыз. Аспаз не қоямыз? Жолда не сатса керек? Ал мен саған дүниеде ең жаман нәрсені сатып әкел деген жоқпын ба деп патша ашуланды. Әкел деген Парасатты патша ойлап қараңыз шын бар ма? ары жалғастырамыз. Жаңа сөзіміз қай сөз? Бұл дүние жүзінде деген мағынаны білдіреді. Ал парасатты деген сөзіміз ақылды, данышпан деген сөзді білдіреді. Дәптерлерімізді ашамыз. Жаңа сөзді күннің жадын жазып, тақырыпты жазып, жаңа сөзді жазып аламыз дәптерімізге. Және есте сақтаймыз. Tez yazarız.
Kuyuңмен тез-тез жауап береміз. Аламыз. Екі оқушыға біреу, екі оқушыға біреу. Үшеуің біреуге жауап беремін. Сен үшеуің біреуіңе, екіншіден. Сізден. Айгерімнен Аида оқуда планшет беріңіздер. Келесі тезде жауап берейік. Тыңдаймыз қалған топтар. Басын қалай? Не істейді? Ертегінің басында. Не істеді? Қанша? Тыңдаймыз кезек-кезекпен бәрінен сұраймын. Аспазшы, жарайсыңдар. Келесі. Аспаздың ақылдылығы және біз нені білдік бұдан? Расымен жаманды білуге не болады? Келесі. Дайынсыңдар ма? Аспаз неге бар ақшаға сатып алды? Өйткені қонақтар оған риза болды. Біріншісінде қонақтар дәмді етті бірден жеп қойды. Енді не берер екен деп күтіп отқанда тағы да ет ұсынды. Мұны да жеп, бұны не деп құпиялығы не үшін сатып алды? Қана тәтті тағам ретінде, шынарам ретінде ғана ұсынды ма? Жоқ, ол неге бар ақшаға сатып алды дегенде жақсы затты да құдайларды, жаман затты да құдайларды. Құзатындар қалмасын деп. Сақтаймыз, бір-біріміз тыңдаймыз. Тәтсіз сөзді де айтады. Сабағымыз қорытынды бөлімге жетті, үй тапсырмасына ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жазамыз, бағалау кері байланыс жасаймыз, көңілді бағалсақтар әдісі арқылы. Егер де бүгінгі сабақ бәрі түсінікті, сабақ өте жақсы өтті десеңдер, күліп тұрған бағалсақты, ал түсінікті сабақ жақсы өтті болса, жай ғана күліп тұрған, ал орташа әлі де көбірек жұмыстан өту керек десеңдер, бұнда үшінші бағалсақты көтереміз, жарайсыңдар. Барлықтарға түсінікті болды ма сабақ? Ендеше алған бағаларын көрсете қойыңдар, жоғарыға көшірейік. Абай 10